Сәлем құрметті тыңдарман. Қазақша контентті қолдап, арнама тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Рахмет. 90-шы жылдардың басы еді. Алматының ақылдысы да, ақымағы да, тіпті ақынына дейін базарға шығып кеткен кез ғой. Қала құлды бір үлкен сауда алаңына айналғандай, көше бойы тізілген саудагерлер. Нарықтың жаңа келіп жатқандығынан болар, әсіресе қазақтар саудагер деген сөзге кәдімгідей намыстанатын. Алда-жалда айта қалсаң, жағаңа жармасып өлуге бар. Ауылдан досым келіп көше бойындағы сол нөпірді аралап келеміз. Әй, сұмдық қой мыналарың, дейді Марат досым. Бүкіл қала саудагер болып кетіпті. Ана кемпірге не жоқ, отырмай ма немерелерінің қасында? Мына көзілдір киген оқымыстау деймін, бұған не жорық? Досым менің көзілдірікті көзіме бір қарап қойды. Не дейін, қай бір жетіскендерінен тұр дейсің бұлар? Жұмыс жоқ, бәрі тоқтап тұр. Өзім де жұмыссыз жүрмін. Саудагер болып кетерем, әттең қолдан келмейді. Ойбай, ананы қара, мынандай сұлу қыздың көшеде отырғаны жараспайды екен. Көрсеткен жағына қарағанмын. Шынымен де керемет бір сұлу қыз ұсақ түйек сатады. Бұрымы беліне түскен, көздері тостағандай сары түсті шыт көйлегі денесіне жабысып, үлбіреп отыр. Ақсары жүзі албырап, өткен кеткенде алдындағы тауарын ұсынуда. Қалай жетіп барғанымды білмей қалдық. Қарындас, кеттік, деді қалжыңбас досым. Күнге күйіп отырғанша біздің ауылға барайық. Керемет қой, ұнаса қаларсың. Қыз жымиды да қойды. Мұнысын біздің Мәкең басқаша жорыдау деймін. Шабуылды тіпті үдетті. Біздің жақтың жігіттері ақын жанды емес пе? Сары көйлекке қарап бір шумақты төкті де жіберді. Сабағы әлсіз сары гүл, жартаста жалғыз түрі өсіп, жауын ба, желме бәрібір, өзінше олда күресіп, жартаста жалғыз түрі өсіп. Масаттанып қызға қараған сары көйлекті қыз тағы жымиды. Жымиысының өзінде бір сиқыры бар. Арбалдық та қалдық. Табан астында шығарған өлеңім ұнаған жоқ деймін. Ұнамаса тағы шығарайын, деді досым қызға. Қыз бұл жолы жымиған жоқ. Әп сәтте мұң тола қалған тостаған көзін Маратқа аударып, алғаш рет тіл қатты. Ұнады, тура менің тағдырым екен. Сендей сұлуда мұндай мұңды тағдыр болу мүмкін емес. Айттым ғой, кеттік ауылға. Келіссең, жаяу арқалап апаруға әзірмін, деген досымның сөзіне қыз тағы жымиды. Ауылға дейін ғана емес, өмір бойы арқалап өтуіңе тура келеді. Несі бар? Арқалаймын деп дос қоймайды. Сары көйлекті қыз жымиып басын шайқады. Жоқ дегені болар деп түсіндік. Кетуге айналдық. Тым болмаса атыңды айтшы, деді Марат қоштасарда. Мен саған әлі талай жыр арнаймын. Аяулым, деді сұлу қыз. Тек өзіңіз арнаңызшы. Жаңағы оқыған өлеңізді Мұқағали ақын біз секілділерге баяғыда арнап қойған. Ұрлығы ашылған Мәкең жым болды. Жол жөнекей сөйлеп келді. Сұмдық, көшеде неге отыр екен? Мұндай сұлу қандай ақылды. Жаңағы өлеңді мұхаңды білем дейтіндердің өзі де сақтамаған. Мына сен білесің бе? Басымды шайқадым. Шынымен білмейді екенмін. Марат ақын емес, бірақ көп ақынды жатқа біледі. Оның өзін сүйіндірген мына қыз шынымен де тегін болмады. Ертең тағы келемін, деді досым. Ауылға кеткенше бұл қызды торуылдайтыным анық. Не бүк, не шік болады. Байқаймын досымның мына қызға есі кеткен секілді. Несі бар? Өзі бойдақ, қызда керемет. Тал бойында бір мін болсашы. Досым ертесі тағы кетті. Ауылға кеткенше сары көйлекті аруға күнде барып тұрды. Шын ғашық болды. Бірақ сұлу қыз әр жолы бетін қайтарып жіберетін. Қаланың қызы бізді қайтсын, деді соңғы келгенде. Жігіті бар шығар. Әттең, сәл ыңғайын білдірсе өмір бойы күтер едім ғой. Енді мені мазалап, келуші болмаңыз, деді ғой ол маған. Дос кеткелі анда-санда сол көшемен жүріп қалатынмын. Жүрген сайын аяулымды көремін. Сол жымиып отырғаны.
Бірде көшедегі базар тарқап жатқан тұста сол сұлу қызды көрдім. Алдындағы ұсақ түйектерін жинастырып жатып, арт жағына қолын созған. О тоба, қос балтаққа сүйеніп тұрып келеді екен. Екі аяғы семіп қалған, жан жоқ, қимылсыз салбырап тұр. Біреулер заттарын көтерісіп жатыр. Өзегіме бір ащы өксіктің тұрып қалған-ай, денем дірілдеп тұр. Мені өмір бойы арқалауыңа тура келеді демеп пе еді менің досыма. Мүгедектігін айтқан екен ғой. Мараттың да әдейі бетін қайтарған болды. Бір жағынан дұрыс та шығар. Досым мұны көрмей кетті емес пе? Жаратқанның анандай ақылды да сұлу пендесін кем ғып жаратқанына таң қалмасқа шара жоқ. Сол пенденің өмір үшін күресіп келе жатқан қайсарлығына тағы да еріксіз бас иесіз. Өйткені ол қызды бүгін тағы көрдім. Орта жасқа келсе де сол бағаяғы жымиған қалпы әлі сауда жасап отыр. Ал досым өмірден өткен.